Сәлем достар, мен бүгін сіздермен бірге табада піскен, тез дайын болатын, дәмі тіл үйретін осындай керемет торт пісіретін боламын. Көрмес бұрын маған лайк басып, парақшама жазыла отырыңыздар. Видеоның соңына дейін көріп шығуларыңызды сұраймын. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа қажет болады. Үстіне 100 грамм шекер салып, екеуін миксерлеп аламыз. Жақсылап тұрып миксерлеп аламыз. Осыған енді 3 бананды алдымен турап аламыз. Барлығын турап болғаннан кейін жаңағы жұмыртқамыздың үстіне қосамыз. Мінекей, дәл видеода көріп тұрғанымыздай. Достар, осы жерде мен миксерлеп шықтым, блендер болмағандықтан. Сіздер блендермен жасаңыздар. Өйткені түйіршіктенбей банан әбден езіліп кетеді блендермен. Бананымызды әбден езіп араластырып болған соң 200 грамм сүт құямыз үстіне, және де 50 грамм тұз, 60 грамм дрожь саламыз. Енді барлығын қайтадан миксерлеп шығатын боламыз. Осы жерде қоспамызды үлкендеу ыдысқа алмастырып жатырмын. Өйткені біздің қоспамыз ашиды, ашып көтеріледі. Сосын оған 200 грамм ұнды ситадан еткізіп қосамыз. Егер сіз менің видеомды бірінші рет көріп тұрған болсаңыз, каналыма өтіп, қоңыраушаны басып қоюыңызды сұраймын. Өйткені мен аптасына 5-6 рет видео шығарып тұрамын, тек тәтті ғана емес, күнделікті кешкі ас. Сонымен қатар әртүрлі ерекше тағамдарды салып, каналымды қызықты қылуға тырысамын. Сондықтан да менімен бірге дайындаңыз. Солардың ішінде тез дайындалатын ерекше түскі ас дайындаған болатынмын. Соның ссылкасын жоғарыда қалдырамын, қарап шығыңыз. Дайын болған қоспамыздың бетіне пакет жауып, оның үстіне майлықты жауып, жылы жерге 40 минутқа қоя тұрамыз. Енді қоспамыз дайын болғанша біз кремді дайындаймыз. Мына жерде мен 300 грамм сливки алдым. Оны әбден миксермен араластырып аламыз, қоюланғанша. Араласып болған соң үстіне 3 ас қасықпен толтырып қаймақ салып жатырмын. Және де 150 грамм сахарный пудра салдым. Сосын үшеуін әбден араластырдым. Мінекей, көріп тұрғаныңыздай кремім өте қою, дайын болды. Енді бұны 15 минутқа холодильникке қойып аламыз. Ал енді біздің қоспамыз дайын. Қызып тұрған табаға видеода көріп тұрғанымыздай май жағып, осылай қоспамызды жұқалап төсейміз. Екі жағын алматып тұрып, барлығында дәл осылай пісіріп шығамыз. Неге қараңызшы, қандай әдемі қып-қызыл. Пісіріп тұрып өзім сүйсініп тұрмын. Дайын болған слойларымызды әбден суытып аламыз. Суылғаннан кейін видеода көріп тұрғанымыздай тарелкаға әр қайсысын төсеп отырып, бетіне креммен жағып шығамыз. Мінекей, әр қайсының арасына жақтым, бетіне жақтым, сыртына орадым. Кремі мол болды. Одан кейін бетін өзің қалғаныңша әсемдеп шығуыңызға болады. Узорлап шоколад жақсаңыз да болады, немесе жеміс-жидектерін қойсаңыз болады. Мен мына жерде киви мен клубниканы қойып жатырып кесіп. Өте әдемі шықты, маған өзіме қатты ұнап тұр. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Достар, міндетті түрде менімен бірге дайындап көріңіздер. Қалай шыққан туралы комментарияға өз пікірлеріңізді жазамыз. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сау саламат болыңыздар.